Сол үшін Алла Тағала аяттың соңын қараңыз не деп отыр. Сен үміт етпеген Құранды түсірдік. Біздің рахымыз себепті. Олай болса, ей пайғамбар, фәлә такунанна зохиран лил кафирин. Онда кәпірлерге жәрдемші болма, кәпірлерге қолдаушы болма. Пайғамбарымыз кәпірлерді қолдамайды. Оларға жәрдемші емес. Қандай нәрсе көзделіп тұр? Олар өздерінің өтініштерін кіргізеді саған, дініңнің принциптерін әсер ету үшін. Олар саған өздерінің бір өтініштерін әдемілеп әкеледі. Әдемі фантикпен, әдемі конвертте. Сол кезде ақ көңілділігімен, мынау да жақсы нәрсе екен деп. Сонда Құран қамтымай қалған ба ол жақсы нәрсені? Сонда Құранға сатқындық емес па ол? Алла Тағала Құранның ішінде күллі бақытыңды түсіреді екен, күллі мәдениетіңді. Енді қамтымаған нәрсесі жоқ. Сосын мен бұл батыстан, шығыстан іздеген не қалды маған? Егер мен оның мәдениетіне қызығатын болсам, онда мен бақыт Құранда дедім ба? Менен сатқындық кетеді. Сондықтан өзіңе Құран түсірілгеннен кейін, көрдіңіз бе қалай айтып отыр? Өзіңе Құран түсірілгеннен кейін кәпірлерді қолдаушы болма дейді. Олардың мақсаттары не өзі жалпы? Бақара сүресінде Алла Тағала айтады. Адам баласында мүминдер түсіну үшін «Валан тарда анкал яхуду валан насара хатта таттабиа миллатаху». Қараңыздар. Иудейлер жердің бетіндегі насаралар. Олар ешқашан сенен разы болмайды, ей пайғамбар. Сенің үмбетіңнен де сен олардың жолдарына ермейінше. Қараңыз. Ал енді өзіңе білім келгеннен кейін, Құран келгеннен кейін, олардың көңіл қалауларына еретін болсаң, сені, уа пайғамбар, Алладан құтқаратын жәрдемші де дос та болмайды, есіңде болсын дейді. Олардың күллі ұсынатын бағдарламалары көңіл қалауларынан туған. Мұна Құранның әсерін көкірегімізден, өмірімізден кетіру үшін. Сөйтіп солардың сұнған нәрселері жанымызға қоныс тауып, сол нәрселер әсерлі болып, сөйтіп біздің ішімізде біреу ЛГТП деген нәрсе жасау керек деп, мысалы. Ананы істеу керек деген қоғамда неден болып отыр оның бәрі? Қай жақтан келіп отқан нәрселер ол өтініштер? Қай жақтан келіп отқан ұсыныстар оның бәрі? Немесе бала мен ата-ананың хақысының арасында ата-ана баладан айыру керек дегендей нәрселер, адамгершіліктен алыс, адамның ақылына сыймайтын нәрселерді ұсынып жатыр. Көрдіңіз бе? Сондықтан иудейлер мен насаралар ол сізден иудей болуыңызды, насара болуыңызды қаламайды ол. Олардың жолдарына ермейінше деген сөз, олар мәдениеттерді ұйымдастырады. Сол кезде солардан келген мәдениет менің киімімде, үстімде, қылығымда, жүрісімде, көңіл көтеретін нәрселерімде, бағдарламаларымда пайда бола бастайды да, мен Құранды бірте-бірте сатып бастаған адам боламын. Одан кейін бізден кейінгі буын бізген көргенін істейді. Сен оған Құранды қанша насихаттасаң да, ол сен көріп тұр кімге еліктеп атқаныңда, нені сүйіп жүргеніңді, сен енді одан жасай алмайсың салиқалы буын. Ол оңай болмайды. Сахабалардан кейін табиғиндердің шығуына себеп болған нәрсе сахабалар. Өйткені табиғиндер сондай адамдарды көрді. Құран не десе, тура сондай мынау. Сондықтан табиғиндер олардан озып шықты десек болады да. Тақуалықта да асып түсті десек. Салиқалы буында ол арман емес ол. Оны жасау керек. Оны жасау үшін біз жасалу керек біз қазір. Бізде қазір уақыт жоқ бұны кешіктіруге. Уақыт өтіп жатыр. Балаң өсіп жатыр. Қай жаққа кешіктіреміз бұны? Міне сондықтан да пайғамбар, сен үміт етпеген едің, өзіңе кітап түседі деп. Алайда біз өзіміздің рахымыз себепті оны түсірдік. Яғни оны саған парыз қылдық. Сондықтан да кәпірлерге қолдаушы болма. Сондай-ақ олар сені тайдырып жүрмесін, адастырып жүрмесін сені. Неден? Ан аятиллахи бa'дайз унзилат илейк. Өзіңе түсірілген Алланың аяттарынан кейін. Алланың аяты саған түсіріліп қойылды. Нау халал деп. Енді олар саған оны кеп харам қылып жүрмесін. Нау харам деді. Бұны ол келіп халал қылып жүрмесін енді күндердің бір күні. Сөйтіп бір күні халал мен харам аралас кетіп жүрмесін үмбетіңде деп жатыр ғой. Ол араласатын болса біттіңдер ғой, Құранды саттыңдар ғой, не керек енді? Тура солардан аумайтын тағы бір топ боласыңдар, болды иудейлер мен насаралардан. Міне. Өйткені пайғамбар сасам қатты ескертті. Мен қорқам. Әлі сендер солардың арттарынан қадам еретін боласыңдар деді ғой. Бүгінгі уақыттар ғой сол. Қазір енді Алла Тағала содан шығарайын деп отыр ғой. Міне. Сонда
қадам тіпті олардың біреуі барып анасымен қосылса дейді, қараңыздар. Сендердің іштеріңде де соны қайталайтындар шығады деген. Қараңыз. Неге? Өйткені оны көре берсең, көрсеткен олардың өнімдерін 24 сағат көре беретін болсаң, істеуден басқа не қалады одан кейін өзі? Адам әлсіз жаралған нәрсе емес пе? Оны көре бергеннен кейін оны сүйдің ғой, болды ғой, сүйдің ғой оны. Одан кейін ол сүйген нәрседен тәуба жасау қиын болады өте. Жылдар кетеді оны, жеңе алмай қоясың. Міне. Олар сол аналарды әкеп, сүйгізіп ауру қылмақшы біздерді. Тәуба жасай алмай, тақуа болайын десең, тақуа бола алмайсың, сабырлы болайын десең, сабырлы бола алмайсың. Солардың жағы өнімдерін қабылдай бергеннен. Құран оқиын десең, қайта телефонда қарай бересің. Міне, осындай. TikToktан ләззат алған артығырақ, мына жақтағы бір аяттан алғаннан. Аны алмайсың, ашып атсаң ұйқың келеді. Ананы ашсаң көзің жарқын болып ұйқың қашады. Міне. Сондықтан да Құран мен екі арада қазір керемет таңдауда тұрған үмбетпіз біз. Біз қазір өзіміздің таңдауымызда мықты болмасақ, біз не анда емес, не мұнда емес бір нәрсе болып қалуымыз мүмкін. Ондай ата-аналар балаларына жақсы өнеге бола алмаймыз. Балаларымыз болашақта біздің ақыретпен байланысты, Алламен байланысты, Мұхаммед пайғамбармен байланысты, мына Құрандағыдай, сүннеттегідей қасиеттерді бойымыздан көріп үйрену керек. Әйтпесе оларға жеткізу бұл нәрсенің ақиқат екенін, ол қиындау болып кетеді. Сол үшін пайғамбар сені олар тайдырып жүрмесін. Алла тағаланың аяттарынан, Алланың аяттары саған түсіп қойғаннан кейін, пайғамбар, сенің негізгі мақсатың бұл өмірде дүние емес, сенің бұл өмірдегі негізгі мақсатың Раббыңа шақыр күллі адамзатта. Күллі жердің бетіндегі адамзатта Алладан басқа Құдай жоқ деп айтты. Міне бұл иман, керек болса бұл идеология бүкіл әлемге қойылғанда, бұл Алланың қойған мақсаты бұл. Сөйле, шақыр Раббыңа күллісін. Алладан басқа Құдай жоқ. Аллаға ғана ғибадат қылыңдар. Ақырет дүниеден артық. Қиямет хақ деп сөйле. Ұялма, қорықпа, қысылма, күмәнданба, алға жалғастыр деген мағыналарды айтып отыр. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.